өзін тәрбиелей білмеген, өзгеге өнеге көрсете алмайды. Ғылымда, ақылда сақтайтын мінез деген сауыт болады. Тіл, жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Биыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы өтіп жатыр. Осы кезеңде әр қазақ, әр әлем баласы Абайдың алып ойын оқып, өзінің санасына сіңіруде. Алдымда ақын Абай темірқазық деп қайым жырлағандай, осы Абай біздің темірқазығымыз, біздің өміріміздің, біздің санамызға сіңген дүниеміз. Енді Абайды тану әркімге әртүрлі болып қалыптасатын шығар. Енді Абайды толық танып біліп қойдым деп ешкімде айта алмас. Себебі осы Мұхтар Әуезовтің өзі, сіз Абайды толық білдіңіз бе дегенде, пәлі Абай деген алып теңіз ғой, мен оның шетінен шөмішпен ғана алып іштім, теңіз сарқылама деген сөзі бар. Мектеп қабырғасында жүргенде Абайдың біз алғаш өлеңдерімен таныстық. Оның ішінде сол табиғат лирикасы дейміз, табиғат жырлаған өлеңдерімен, одан кейінгі махаббат лирикасы, одан кейінгі әлеуметтік лирикасы тағы кете береді. Яғни Абайдың өлеңдерімен солай таныса келе ары қарай тереңдей береміз. Бүгінгі таңда біз білетін Абайдың аудармаларының өзі үлкен бір алуан сан дүние. Дегенмен де, адам баласы есейіп, өзінің жаңағы оң солын тереңірек танығаннан кейін Абайдың қара сөздеріне мән беру керек деп ойлаймын. Бізде мектептерде Абай байқаулар өтіп жатады. Яғни оқушылар Абайдың өлеңдерін, Абайдың поэмаларын жатқа айтып, үлкен сайыстарға түсіп жатады. Тіпті барлық өлеңдерін, поэмаларын жатқа білетін балалар бар. Ол жатқа біліп айту бір бөлек, бірақ соның мәнін мен мағынасын түсіну бір бөлек. Енді екінші бір ойланатын дүние Абайдың қара сөздері. Көп жағдайда осы Абайдың қара сөздерінен байқау өткізілмейді. Себебі бұл өте қиын. Мектептің мұғалімдері де, басқалар да бұған аса көп мән беріп бара бермейді. Мысалы, 7-ші қара сөз. Абай былай дейді: адам ата-анадан туғанда екі түрлі мінез қасиетпен туады. Біреуі тән қасиеті, біреуі жан қасиеті. Ішсем, көрсем, жесем деген бұлар адамның тән қасиеті. Ал егер білсем деген бұл жан қасиеті. Яғни өзімізде байқап қарасақ, кішкентай жас бала еңбектеп жүрген, жерде жатқан, жылтырап жатқан дүние болса, бір өзі көрген тұңғыш дүниесі болса, бірден қолына ұстап, немесе оның аузына апарып дәмін көреді. Бұл міне адам бойындағы білсем деген жан қасиеті. Абай осыған кейін ренжейді, енді налып айтады. Біз кейін өскен кезде осы жан қасиетін тәнге басырғызып, тек қана тамаққа қарай біліп, көрсем, білсем деген қасиеттен айырыла бастаймыз дейді. Бұл бүгінгі де бізге керек дүние. Немесе 18-ші қара сөз. Абай кербездік туралы айтады. Яғни өзіңнің тапқаныңнан артық киіну бұл кербездік. Яғни өзіңнің қалтаңа қарап киін дейді. Өзіңнің жан дүниеңе қарап байқа дейді. Абай қорытындылайды: тегінде адам баласынан ақыл, мінез, ар деген қасиеттерден озбақ, одан өзгеден оздым деу ақымақтық деп. Яғни бүгінгі таңда бұл үлкен актуальды дүние. Көп жағдайда жаңағы өзгеден байлығымен, астындағы мінген мәшинесімен басқа несін артылам дейді. Мынау ар, ұят, білім, мінез дегенмен артылу деген бұл кейде көптің көңіліне келе бермейді. Немесе 19-ші қара сөзінде айтады: есті тура айтады. Естілердің жанында жүріп, соның сөзін тыңдап жүрген адамның өзі де есті болады дейді. Яғни көп жағдайда біз осы жан дүниесі кең, білімі терең адамдармен бірге болып, солардың рухани әңгімесін тыңдап, сол арқылы өзіміздің де жетілдіруімізді айтып отыр емес пе? Міне осыған да біз мән беруіміз керек. 21-ші қара сөзін Абай айтады, бұл мақтан туралы. Тегінде адам баласының
мақтаннан аман болуы қиын істейді. Абай мақтанды екіге бөледі: үлкен мақтан және мақтаншақтық деп. Үлкен мақтан деген бұл сол арлылардың ісі дейді. Өзін мақтамаса мақтамасын, бірақ жаман деп айтпасын деп азаптанады дейді. Ал мақтаншақтық өзіндегі бар ісімен мақтана береді деп. Қажет пе? Қажет дүние. Білуіміз керек пе? Керек. Немесе 31-ші қара сөзінде Абай есте сақтау қабілеті жөнінде айтады. Көрген, білген нәрсені есте сақтау үшін 4 түрлі дүние керек дейді. Бірінші, көкірегі байлауды берік болмаққа керек дейді. Яғни ақыл есі түзу болу керек дейді ғой. Екінші, сол естіген, көрген, білген нәрседен ғибрат алу керек дейді. Соны ойлану керек. Үшінші, сол нәрселерді анда-санда қайталап отыру керек дейді. Ал төртінші, ой кеселдерінен аулақ болу керек дейді. Ой кеселдері салғырттық, бойкүйездік, мақтаншақтық, соның кейін мынау құмар, белгілі бір құмар ойында салынып кету дейді. Осы төртеуі күллі адам баласын тоздыратын дүние деп айтады. Міне, қазіргі кезде керек пе? Балаға да керек, үлкенге де керек. Мен осы білмеймін, осы ұмытып қалам деп айтып жатамыз. Яғни сонда адамның көкірегі байлаулы осыған берік болмақ керек дейді. Жаңағы бет албаты оған бойкүйезден беу керек, салғырттан беу керек. Бет албаты мақтанып кетпеу керек. Абай атамыз осыны айтады. Ал енді мына 37-ші қара сөзі бар. 23 нақылдан тұрады. Егерде 37-ші қара сөзін білген адам бұл қазақтың тілінің мәйегін де, оның тереңдігін де біліп жатады. Абай былай бастайды оны: тегінде адамның адамшылығы істі қалай бастағанынан білінеді, аяқтағанынан емес дейді. Немесе түрлі нақылдар адам баласын замана өсіреді. Егер адам баласы белгісі өтірін кінәлі болса, оған бүкіл замандастардың барлығы виноват дейді. Немесе тәрбиеге көнбейді деген адамның мен тілін кесер едім дейді. Биік жартас, биік қызмет оған шарықтап ұшып, қыран да шығады, өрмелеп, жылан да шығады дейді. Бақпен асқан патшадан мимен аспен қара артық дейді. Еңбегін сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық дейді. Осылай кете береді нақылдар. Немесе 23-ін қорытындылайды: сен белгілі бір биікке жеткенше сенің тілеуіңді өзің де тілейсің, елің де тілейді дейді. Ол биікке жеткеннен кейін өзің ғана тілейсің дейді. Міне осылай Абайдың қара сөздері бір адамға ой салатын бағытта тереңдеп кете береді. 44-ші қара сөз талап дейді. Адам баласының ең үлкен қасиеті бұл талапшылдығы дейді. Расында да солай ғой. Егер бізде бір нәрсеге жету үшін талаптан басақ, сол талаптың тұлпарын мінбесек, біз сол жүре береміз бойкүйез қалпымызда. Менің ойымша бар қазақ баласы осы Абайдың соңына қалдырған мұраларын, қара сөздерін білсе, Абай осыған үлкен сынмен қараған. Тіпті мына 29-ші қара сөзінде Абай қазақтың қара, анау біз айтамыз ғой, мақал сөздің мәйегі деп, осы көптеген мақалдарында сынайды. Сонда мысалы мына қалауын тапса қар жанар деген мақал сынайды. Жаңағы өз еңбегімен күн көрмей, көрінгенге барып алдына жылпылдап, соның жаңағы көңілін табам деп бір жетістікке жету деген бұл Құдай атқандық дейді. Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір дейді. Өзінің жаман ісін жасыру үшін айтылған дүние ғой дейді. Біз жаңағы кейде соған жаба саламыз ғой. Міне Абай тек қана өзі ақыл айтпай, сол қазақтың бұрынғы қалыптасқан мақалдарында сынап бізге бағыт жөн сілтеп отыр. Сондықтан да бар қазақ баласы осы Абайды күнде де оқып отырса, тіпті күнде емес, аптасына бір, Абайдың өзі айтқандай айына бір оқып, осы мен осыған байланысты не істедім деп отырса, біз Абайды онан да тереңірек, одан да үлкен биікте бойымызға, санамызға сіңіре береді деген ойдамын. Абайды оқиық, білейік, түсінейік, Абайды оқып таңырқайық.